Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге өте дәмді, керемет әрі оңай жасалатын су жаңа салаттың рецептін ұсынамын. Құрамындағы заттар қолжетімді, кез келген үйден табылатын ингредиенттерден жасалады. Біз ең алдымен көкөністерді және тауықтың етін пісіріп аламыз. Және тұздалған қияр мен сыр керек болады. Ендеше кеттік, салатты жасауға кірісеміз. Турайтын ингредиенттерін турап аламыз және үккіштен өткізетін ингредиенттерін үккіштен өткізіп аламыз. Тұздалған қиярды немесе балғын қиярды видеода көрсетілгендей ұсақтап турап аламыз. Пісірілген тауық етін де ұсақтап тураймыз. Және пісірілген көкөністерді қатты ірі және қатты ұсақ емес, орташа көлемдегі үккіштен өткіземіз. Тек қана жұмыртқа мен қызылшаны ең ұсақ үккіштен өткізу керек болады. Салаттың құрамындағы барлық ингредиенттердің толық құрамын видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Және бізге осындай 4 бұрышты ыдыс қажет болады. Ыдыстың көлемі маңызды емес, неғұрлым үлкенірек болса, соғұрлым жақсырақ болады. Ыдыстың ішіне пищевая пленканы немесе жай ғана целлофан пакетті жақсылап төсеп шығамыз. Ең астыңғы бөлікке үккіштен өткізілген сырды жақсылап, тығыздап, оның бетіне майонезді сеуіп, майонезді тегістеп шығамыз. Оның үстіне үккіштен өткізілген жұмыртқаның сарыуысын сеуіп шығамыз, бірақ оның үстіне майонезді жақпаймыз. Оның үстіне сәбізді салып жақсылап тегістеп шығамыз. Сәбіздің үстіне аз ғана майонезді жағып, оны да тегістеп шығамыз. Осылайша барлық ингредиенттерді видеода көрсетілгендей етіп, бірінен кейін бірін орналастырып шығамыз. Бұл салаттың құрамындағы ингредиенттерді өздеріңіз қалауларыңыз бойынша алмастырсаңыздар болады. Мысалы, тұздалған қиярдың орнына балғын кәдімгі свежий огурцты да пайдалансаңыздар болады. Ал тауықтың етінің орнына кәдімгі малдың қызыл етін пайдалансаңыздар болады, немесе егер ұнатсаңыздар, саңырауқұлақты да пайдалансаңыздар болады. Бір қарағанда бұл салатты жасау қиын болып көрінгенмен, егер жасап көрсеңіздер өте оңай жасалады, ал дәмі сөз жоқ, өте керемет болып шығады. Бұл салатты мерекелерде, әсіресе алды келе жатқан жаңа жылдық мерекелік дастарханға дайындасаңыздар, қонақтарыңыз таң қалады. Ең соңында үккіштен өткізілген піскен картопты жақсылап салып тығыздап шығамыз да, бетін осылай жақсылап жауып, тоңазытқышқа 20 немесе 30 минутқа қалдырамыз. Мінекей, менің салатым тоңазытқышта 20 минут тұрды. Енді оның бетін ашып, видеода көрсетілгендей етіп, тарелкеде төңкереміз. Бетіндегі целлофанын ақырындап асықпай алып тастаймыз. Шет-шетіне шашылып шығып кеткендері болса, видеода көрсетілгендей етіп түзеп шығамыз. Ең соңына бетіне майонезді жағып шығамыз. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша безендірсеңіздер болады. Мен дәл осы видеода көрсетілгендей етіп безендірдім. Мен пергамент қағазын өлшеп кесіп алдым да, осылай салаттың қақ ортасына жабыстырып шықтым. Сіздер жай ғана қағазды немесе скотчты пайдалансаңыздар да болады. Салаттың шетінде ашық тұрған 4 жағын піскен майда үккіштен өткізілген қызылшамен осылай безендіріп шықтым. Ал ортасындағы қағазын алып тастадым да, оның орнына майдалап үккіштен өткізілген жұмыртқаның піскен ақ уызымен безендіріп шықтым. Мен бұл салатты жасап болғаннан кейін осы салатқа қандай ат қойсам екен деп көп ойландым. Ойлана келе мен бұл салатқа Швейцария деп ат қоюды жөн көрдім. Неге десеңіздер, бұл салаттың сыртқы көрінісі дәл Швейцария елінің мемлекеттік туының, мемлекеттік рәмізінің көрінісіне қатты ұқсағандықтан бұл салаттың атын салат Швейцария деп атадым. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Шынымен де осы салаттың көрінісі Швейцария елінің мемлекеттік туына ұқсайды ма? Егер ұқсатсаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Ең соңында қиядан осындай гүл жасап және укропты пайдаланып, осылай өте керемет етіп безендіріп алдым. Мінекей, біздің салатымыз дайын. Енді мерекелік дастарханға қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Бұл салаттың түрі қандай әдемі, аппетитіне болса, дәмі де сондай өте керемет болып шығады. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы, сіздер де міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер. Қонақтарыңызға да, отбасы мүшелеріңізге де қатты ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма жазылып, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып кетіңіздер.